Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазіргі сатиралық театрлар. Бірінші тапсырма, мәтінмен танысып алайық, содан кейін мәтін бойынша өз пікірімізді білдіреміз және мәтіннің қандай түрге жататындығын анықтауымыз қажет болады. Мұқият тыңдаңыздар. Әзіл-оспақ театрларының саны көбейгенімен қоғамдағы беделі неліктен төмендеп барады деген сұраққа берілген жауаптардың бірнешеуін ұсынып отырмыз. Бауыржан Шу әзіл-оспақ театрының актері Алмат Сақатов. Дәл қазір комедиялық театрлардың шығармашылық деңгейі мен көрермен алдындағы беделі шатқаяқталып тұр. Негізі әзіл мен сықақ болып екіге бөлінеді ғой. Осыған дейін біз сықаққа көбірек мән беріп келдік. Арзан күлкіден іргемізді аулақ салып, дүниенің, қазақтың мәселесін оуытты сахналық сатирамен елге жеткізіп келдік. Кейінгі кезде көрермен жеңіл әзілге бой алғызып, астарлы проблемалық сахна ойынына марғаулық таныта бастады. Өйткені өз өміріндегі түйткілді мәселелерден бір сәт бой сергітуге театрға келсе, мұнда тағы да сол шешуі жоқ мәселені сахнаға алып шығады. Шамасы содан жалыққан, бірақ үнемі тәрбиелік мәні жоқ жел сөзге құрылған қалжыңды көру көрерменнің талғамын тұралатып тастауы мүмкін дейді пародист Нұржан Тутов. Әзіл-оспақ театрының басты мәселесі актерлердің ойнау шеберлігінің кемшіндігі дер едім. Өйткені талантты актер көрерменді кез келген ортаңқол шығарманы орындап-ақ баурап алады. Қазір халықтың сүйіктісіне айналғысы келетін, еңбек сіңірген қайраткер болғысы келетін, жалғыз рет сахнаға шығып жарқ ете қалғысы келетін және содан пайда табуға ниетті адамдар сахнада өріп жүр. Басты кәп осында жатыр. Аталмыш театрдың тағы бір бас ауруына айналған мәселе шығармашылық тапшылық. Сатира жанрында қалам тартып жүрген жазушылар мен театрлар арасында әлі күнге нақты бір шығармашылық келісім жоқ екендігін мәдени басылымдар жиі жазады. Дегенмен тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатқан режиссерлер де бар екен дейді. Бұл мәлімет Азаттық KZ сайтынан алынған. Азаттық радиосы деген сайт бар ғой, сол сайттан алынған. Бұл мәтінде көтерілген мәселе әзіл-оспақ театрының саны көбейгенімен сапасы төмендеп барады, қоғамдағы бедел төмендеп барады дейді. Осы жерде екі театр, әзіл-оспақ театрының актерлерінің пікірі берілген. Сіздер келісесіздер ме? Бірінші Алмат Сақатов арзан күлкіге бой алдырды дейді. Осы жерде әзіл бөлек, сықақ бөлек деп түсіндіріп кетеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Екеуі екі бөлек нәрсе ма? Сіздер осы жағын түсіне алдыңыздар ма? Ал Нұржан Тутов айтады, бұл жерде қазіргі жастар тезірек танымалдылыққа, тезірек халықтың ықыласына ие болғысы келеді. Бірден керемет болып, көрермен көзайымы болғысы келеді дейді. Осыған сіздер қалай қарайсыздар? Өз ойларыңызды білдіріңіздер. Және бұл мәтін түрінің қай түріне жататынын анықтау керек дейді. Мәтіндер біз білетінімізде 3 түрге бөлінеді: талқылау, әңгімелеу, сипаттау. Сипаттау мәтіні дегеніміз суреттеу, табиғатты суреттеу немесе құбылысты заттарды суреттеу, оның қандай екенін, түр сипатын суреттеу. Ал әңгімелеу бір оқиғаны бастан аяқ әңгімелеу. Бұрында осындай болыпты деген сияқты. Ал талқылау дегеніміз өз ойын ортаға салып, талқылау, яғни өзінің пікірін білдіру, оған дәлелдер келтіру. Осы 3 мәтін түрінің қайсына жатады, соны дәптерлеріңізге жазыңыздар. Енді бүгінгі сабақтағы біздің тілдік бағдарымыз, грамматикалық ережеміз толымды және толымсыз сөйлемдер. Бұл ережені мен мына тапсырма барысында түсіндіргім келіп тұр. 5-ші тапсырмада берілген артық болмас білгенің айдарындағы сатиралық театрлар туралы ақпараттарды негізге ала отырып, толымды толымсыз сөйлемдерге 5-6 мысал келтіріңіздер дейді. Мысалы, біз мына мистерия деген абзацты алып қарастырайық. Осы жерден сіздерге талдап түсіндіріп жіберейін. Толымды сөйлем деген не, толымсыз сөйлем деген не, дұрыстап мұқият тыңдап алыңыздар. Мистерия орта ғасырдағы батыс европалық діни театрдың бір жанры. Бұл жай сөйлем екенін көріп тұрсыздар, иә? Баяндаушы жанры не жанр? Мистерия, ол бастаушы болады. Қандай жанр? Қай жанр? Бір жанр.
ненің жанры? Діни театрдың жанры. Қай театр? Батыс Европалық театр және қай театр? Орта ғасырдағы театр. Бұл сөйлемде мағынасы толық, байқап отырсыздар, мағыналық тұтастық сақталған, ешқандай жасырын тұрған сөз жоқ. Бұл толымды сөйлем болып табылады. Ал келесі сөйлемге назар аударып қарайық. Сюжеті Библия мен Евангелиядан алынып, қала көшелерінде қойылған болатын дейді. Баяндаушы қойылған болатын және алынып, не қойылған болатын? Сюжеті қайда қойылған болатын? Қала көшелеріне, пысықтауыш болады. Қайдан алынып, неден алынып? Библия мен Евангелиядан алынып. Библия мен Евангелиядан дегеніміз неден деген сұраққа жауап беріп, толықтауыш қызметін атқарып тұр. Енді бұл сөйлемде жақсы толық деп есептеуімізге болады, бірақ осы жерде баса назар аударатын бір нәрсе бар. Мына жерде бастаушы атау септігінде тұрғанымен бір жалғауы бар. Сюжет қойылған болатын деп тұрған жоқ, сюжеті қойылған болатын. Бұл яғни бұл сөз не істеліп тұр бізде? Тәуелденіп тұр, кімнің сюжеті, ненің сюжеті? Оның сюжеті. Сонда бұл сөйлемде оның деген сөзіміз жасырын тұр. Егер осындай бір сөздер түсіп қалып жасырын тұратын болса, ол толымсыз сөйлем болады. Түсінікті ғой, оқушылар? Осылай осы үлгімен мына 5-ші тапсырманы орындаңыздар және сіздерге қосымша сілтеме ретінде 4-ші тапсырманы ұсынам. Шоқ тілді шона дейді. Осы мәтінді оқып, ішінен толымды, толымсыз сөйлемдерді іздеп көріңіздер. Бұл шоқ тілді шона деген мәтін Көпен Әмірбектің туындысы болып табылады. Және 6-шы тапсырманы ұсынамын. Оның 1-ші тапсырмасын орындау мүмкін емес, ал 2-ші тапсырмасын орындауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.